Адам туады, адам өледі. Бұл жаратылыс заңы. Біздің шығыс елдері адам дүниеге келген қонақ, біраз қонақтадық, аттануың керек деседі. Бірақ мезгілсіз ерте келген ажал кімнің де болса жүрегіне жара салары хақ. Жүрекке жара дақ салып, жанды ашытып зарлатқан, отың күшті ажалай дегеніне жеткізбей, қайғыға ойын толтырған, ойдағысын еткізбей, бірді бірден айырған, мейірімсіз шіркін ажалай. Десек те көнбеске шара жоқ. Тек марқұмның артында қалған отбасы, ұрпақ жұрағаты, туыс туғаны, жолдастары, оның тек жақсылығын еске алып, дұға бағыштауы ғана сауапты іс болмақ. Бүгін аптал азамат, асыл аға Әбжанұлы Молдаханның бұл дүниеден озғанына да 1 жыл болды. Біз бүгін осы аңқылдаған ақкөңіл жанды еске алып, бейнесін естелік қылып жинадық. Бұл жарын жоғалтқан асыл жардың, асқар тауы әкесінен айырылған ұлдың, балам деген даусын сағынған келіннің, атасын іздеген немеренің көңілдегі мұңы, сағынышы айтылмаған сыры. 1 жыл өтті, жан әкесіз кеткелі, жер ана бесігінде тербеткелі, ағайын достар келіп жұбатқанмен, көңілден мұң, жүректен шер кетпеді. Дәм беріп дұға жасау бізге парыз, сағынышпен біз сізді еске аламыз. Әбжанұлы Молдахан 1960 жылы 28 ақпанда Қарқаралы ауданының Татан ауылы Қарағаш бөлімшесінде дүниеге келді. Руы Қара ішіндегі Желтау. Әкесі Райымбекұлы Әбжан, анасы Григорий қызы Елизавета. Әкесі Әбжан ертеректеу 1979 жылы дүние салған. Анасы 9 баланы дүниеге әкеле жүріп, шаруадан қол үзбеген өте еңбекқор адам болған. Қиыншылықты да, жұмыстың бейнетінде жеңіп, бала шағасын өсіріп жеткізген ана, немере шөберелерін көріп, 86 жасында өмірден озды. Молдахан Әбжанұлы Несіпбала, Есімхан, Рымкеш, Рымғали, Әділхан, Дәулетхан, Жұмақан, Мұратхан атты аға, әпке, інілерімен сол ауылда балалық шағын өткізді. Жұмақан атты бауыры балалық шағында ерте көз жұмады. Бәрі туған ұяларынан өсіп жетіліп, өз өмір жолдарының соқпағына түседі. Тек бүгінде бір туғандары Несіпбала мен Рымғали да орталарында жоқ. Райымбеков Молдахан Қарағанды қаласының номер 2 мектеп-интернатын 1977 жылы тәмамдап, одан кейін Германияда танк әскері құрамында әскери міндетін атқарады. Содан кейін ол Мичурин атындағы ауыл шаруашылық техникумын механик мамандығы бойынша аяқтайды. Қызмет жолын еңбек совхозының комсомол ұйымының хатшысы болып бастайды. 1990 жылы өмірлік жары етіп таңдаған шәкәрім қызы Зияшпен бас қосып отбасын құрады. 1991 жылы ұлдары Нұржан дүниеге келді. Олар отбасын құрған жылдар кеңестік одақ ыдырағаннан кейінгі қиын кезең еді. Ақша жоқ, жұмыс табу қиын шақ. Соған қарамастан жалғыз олар ғана емес, басқа да халық барлығына шыдап, отбасын асырап, қиыншылықтан шыға білді. Ол Саран резина өндіру зауытында, үй құрылысы комбинатында, Қарағанды қаласының номер 2 автобус паркінде қызмет етті. Кейінгі жылдары Евразиан фуд зауытында, Қарағанды облыстық соттар әкімшілігінде жұмыс атқарды. Ол қандай қызметті болмасын, ыждахаттылықпен істеп, айналасына сыйлы бола білді. Оның қолы шебер, өнерлі еді. Сурет,
сызу, тасқа қашап жазу да қолынан келетін. Жазуы да әдемі еді. Ерекше даусымен кез келген ортаны думандатып жіберетін. Тамақты да дәмді пісіретін. Аңқылдақ көңілі әркімге қол ұшын созуға дайын тұрады. Көпшіл, ашық мінезді молдаханның әр жақынына, туғандарына көңілі ерекше еді. Ол ағайын туыспен сыйласып, бәріне қамқор болуға тырысты. Қамын ойлап, барша туыс бауырдың, сыйлағасы бола білдің қауымның, көрсең дағы бейнетін оқы саурудың, көрген жоқпыз шағылғанын тауыңның. Туған туыс сағынады өзіңді, айтқан әрбір жылы жақсы сөзіңді. Достық, өмірдегі ең бағалы қазына. Дүниенің бар байлығына ие болса да, ешқандай адам өзінің доссыз қалуын қаламайды. Оның достары көп еді. Тірісінде барын бөлісіп, адал дос болған марқұмды бүгін жолдастары да сағына еске алары сөзсіз. Бала еді тай құлындай бір көскен, көңілде жүзден жүйрік арман ескен, біреуге ерте, біреуге кеш ажал шіркін, асыл күндер естелік кетпес естен. Марқұм көзінің ағы мен қарасы Нұржанды ерекше жақсы көрді. Оны Нурик, Нұржатай деп әкелік жүрегімен еркелетті. Сағынышын сыртқа қатты білдірмесе де, бала жүрек жылары анық. Өзі де екі баланың әкесі болып отырса да, әкенің орны ерекше. Ол әрқашан жан әкесін сағынады. Тағдырдың ісіне адам көнеді екен, емендей мықты болу керек екен, орнында бар оңалар дегенменен, жан әке орныңыз бөлек екен. Менің өніме құлақ түр елім, бәрі де сынақ білемін. Жары Зияш та отбасының бір деңгейге құлағанын сездірмей, іштей қамықса да балаларына демеу болып жүр. Алланың барлық ісіне сабыр қылып, марқұмның жаны жәннатта болсын дегеннен басқа шара жоқ. Тек естелік болып қалған оның сөздерін жандарына демеу тұтады. Бақыттың қары түседі-ай бір күн, түседі-ай бір күн, түседі-ай бір күн көңілденері. Кетер әкеңде, анаңда кетер, кеткенше саған алаңдап өтер, тірі кезінде. Ағайын туған туысқаным осындайда бір екіне көзім жетті. Бәріңізге рахмет. Енді мына екі балапаным айтарым, мінекей өздерінің көңілдерін қалап, жүректерін бір-біріне таптыңдар. Бір балам Нұржан екеу болдың. Мақпалда мінекей бүгін балам екі күн болды. Ұзату тойын әкеліп, үйге кіргіздік, келін болып қуаныштымын. Енді, бұл енді көзіме жас шықса, қуаныштың жас шықса, бақытты өмір. Шіркін таусылса
Молдахан Әбжанұлы құда-құдағиымен сыйласып, екі немересін көріп, олардың қызығына тоя алмай кетті. Айнарамды жетектеп мектепке апарам, деуші еді марқұм. Амал не, ол күнге жете алмады. Атасын Айнарасы мен Рамазаны сағына іздейді. Ол ең керемет ата еді. Секілді үшін жер бетін ешкім жаулай алмайды. Жер жаулап алар. Haydi süremezdendir. Küldür süremezdendir. Aynen. Küldüreyim. Haydi. Жер жаулап алар бетіндегісін. Жетер Алладан үкім алған. Марқұм 2018 жылдың 31 қазаны күні 58 жасында бұл жалғанмен қош айтысты. Бірақ Алла адамның өмірін жасаған жасымен емес, жақсылығымен өлшейді. Оның мәрттігі, адал көңілі, жақсылығы о дүниеде қорғаны болсын. Алланың мейірі түсіп, жұмақтан орын алсын. Өмір тілерім, өмірде бәрі. Сізді отбасыңыз, достарыңыз, туыстарыңыз сағынады, қатты сағынады. Қош болыңыз, асыл әке, сүйеніш жар, керемет ата, жан аға, қимас бауыр, сыйлас құда, әріптес, адал дос, жайсаң жезде, қош болыңыз. Алланың рақымы пайғамбардың шапағаты болсын.